Ол жақта сезім басқаша болды. Айтып жеткізе алмаймын оны сөзбен. Алматын ғана көргем. Шымкент, Алматы. Ал бұлай Францияға барамды ойламаған. Франциядан осы көкпардың арқасында бірақ шықтық. Француз достарымызға мына алғыс бізге сенген үшін оларға біздің көкпар қатты ұнады. Әсіресе ЖКЛ-дің форматы қатты ұнады. У нас два гипподрома. Один для конкурсов и один, где гонки этой площади. У нас будет здесь 2500 собак. Каждый год происходит здесь большой праздник охоты на лошадях. Их научили, как они должны себя вести, и там будет конкурс для всех этих самых лучших собак. Тоже будет конкурс, это уже чемпионат Франции сейчас, этот финал, на самую лучшую лошадь для охоты. Аллаға шүкір, настрой бәрі жақсы, ниетіміз анық, жоспарымыз түсінікті. Құдай қаласа жақсы өнер көрсетеміз деген ниеттеміз. 2018-дің қыркүйегінде Францияның аңшылық федерациясының басшылары келіп бізде қонақта болды. Біздің көкпарды көрді, жастар көкпар лигасының форматында біздің қазандықтар қауіпсіздік жасалғандығы, гуманный түрде жасалған біздің серке макеттерді көріп, біздің жылда мамыр айында ұлттық аңшылық түрлерінің фестиваль өтеді біздің Францияда, Фонтенбло деген қалада. Соған біз сіздерді көрсек деп ойлаймыз, сіздер келсеңіздер осы жерге өздеріңіздің қазақтың ұлттық спортын жаңаша форматта көрсетсеңіздер өте керемет болушы еді деп бізге осындай бастама айтқан еді. Біздер осы бастаманы қуанышпен қарсы алып, әрине дайындық жұмыстарын ерте бастадық. Біз мысалы ауылдан келген қарапайым баламыз осында. Алматыға келіп ЖКЛ шабамыз деген оймен жүргенбіз. Ол Францияға барамыз деп ұйықтасамыз түсімізге кірмеді. Алматыда осы ойын ойнап, ЖКЛдың қызығына батып жүрген кезіміз. Нақтысын бір жарым ай қалған кезде естідік. Сендер Францияға барасыңдар деді бізге. Сенбедік шыны керек оған. Біз ойладық ол әшін әңгіме шығар деп. Сөйтіп жүрдік. Сонымен естіген кезде сезіміміз енді басқаша болды. Уақыт өтпей қойды. Францияға барамыз деген кезде уақыт өтпеді бізге. Франция енді көрмегенбіз, бірінші мәрте барамыз Европаның төріне. Кім ойлаған, қазақта ондай тарихта болмаған Францияның төріне көкпар шабу деген. Оның біз ең алғашқысы біз болып тұрмыз оның өзінде. Сонымен енді сенбедік өз-өзімізге, сенбей жүрдік. Сонымен виза тапсырдық. Сонымен уақыт енді өтпейді, 2 апта уақыт қалды. 2 апта уақытымыз өтпей қойды. Қазақтың ұлттық спорты көкпарды дамытып, сол елге көрсетіп қайтамыз бұйырса. Қазақтың көкпары тұңғыш рет Европада көрсетілді. Национальный праздник природы и охоты во французском городе Фонтенбло отметили казахским көкпаром. Қазақ халқының ұлттық ойыны Европада. Дәстүрлі табиғат пен аңшылық мерекесіне орай Францияда алғаш рет көкпар ұйымдастырылды. Қазақ халқының ұлттық ойыны Европада. Францияға барамыз деген хабарды
естіген біздің палуандар қуанып, әрине солардың арасында іріктеу өткізгеннен кейін дайындық жасадық. Балдардың бәрі келді, палуандардың бәрі. Жаттығулар болды біраз. Жаңағы өзіміздің атқа салатын ер тоқым бәрін өзіміз, әркім өзінің заттарын алып барды. Біз Фонтенбло қаласына барған кезде біз Ле Гранд парк деген ипподромға бардық ол жерде. Барлық жері таза, жаңағы атқа да ыңғайлы, адамға да ыңғайлы, бүкіл жері ыңғайлы болып тұр. Біз сол жерге барған кезде бізге поло клубтан, Франциядан, Германиядан поло клубтың аттары келді. Сол аттар келгенде бәрі атқа мініп көрдім. Мен 2-3 атқа, соң бірақ өзіміздің Қазақстаннан Данияр Даукейден барған Магнат деген ат барды, қарабайыр қазақ. Соған мінгенде өзіміздің атқа мініп жүргенде өзіме бірден ұнатты. Өзіміздің ат екенін сездім, соны міндім. Мініп едім, ол әлі ұмытпапты ол ат, көкпарын. Бұрсам бұрылып тұр. Көкпардан жаңағы серке макеттен қорықпайды, барсам. Есем алыпты. Барсам қазанға шауып тұр. Қағады, соғады, бұрылады, бәрін істеп тұр. Менің ойымдағы ат болды. Қанша уақыт болса да ұмытпапты ол ат көкпарды. Біз сол аттарды бірінші күні алып келді бәрін. Өзіміз Алматыдан бірге өзіміздің ер тоқым тартпа бәрін апарғанбыз өзіміздің көкпарға арналған. Сол арқасына ер тоқым салған кезде, тартпаны бірінші тартқан кезде үйренбеді біз қатты тартқанға. Сол мініп едік, арқасына жаңағы біздікінде қатты ері салынбаған, оларға спортивный ері салынған ғой. Сол бірінші күндер бүйтіп тартпасын тартып барып мініп баратқан кезде арқаларын біртүрлі сезініп өздерін. Еңкейген кезде арқалары бүйтіп жатайын деп ыңғайсызданып, сосын бірақ 2-3 күнде бүйтіп жаттығу істедік, үйреніп кетті аттар. Оған да үйренді, көнді аттар. Сосын сол өз ер тоқымызбен шаптық. Олардың көзқарасы бойынша олар аттарға не істеу керек екен, аттарға ыңғайлану керек екен, олар аттардың айтқанын істейді екен, аттарға ұнайтын зат істейді екен. Біз керісінше аттар біздің айтқанымызды істеді ол жерде. Олар 2-3 күнде біз атты үйретіп алып, қазанға тоқтап атты аттарымыз. Еңкейген кезде дұрыс істеп атты бәрін. Соны олар таң қалды. Біз осы ойынмен көрсету керекпіз. Біздің ата-бабаларымыз аттан түспеген. Біз атқа мінетін халықпыз. Негізі ат біздің тарихымызда үлкен рөл ойнайтын жануар екен. Ат жақсы көрмейтін қазақ жоқ, менімше. Бүкіл әлемге жаңағы біздің ЖКЛ-ымызды, ЖКЛ көкпарымызды көрсету керекпіз. Балалар тек қана көкпар шапқаннан бұрын осы бүкіл жастар көкпар лигасын өткізген кезде біздің балалар бәрі жабылып, қазандық құрат, көкпар шабатын алаңды сызады. Соның бәріне өздері ат салысады біздің палуандар. Біздің қазандықтар, қауіпсіздік қазандықтар ортасында жаңағы шөппен, сырты брезентпен қапталған. Соны Франциядан сатып аламыз, жоқ әлде Қазақстаннан сатып алып алдын ала
сол жерде апарамыз ба деп алдын ала билет алғаннан кейін бүкілі түсінікті болды. Өзімізбен бірге макеттерді алдық. Қазандықтың материалын осы Қазақстаннан сатып алдық. Франциядан біздің атқарушы комитеттер бізге көмектесіп, бізге жаңағы қазандықтардың ішін қаптайтындай шөп беріп, сол шөппен қаптап, сыртын брезентпен қаптап, 2 күнде 3 ойын көрсеттік. Көкпарды бұл көрсету өте бір жауапкершілік ретінде қарадық. Бірінші күні ойын болды, қалай болады екен деген сияқты бір ішімізде сондай сезім болды да, уайым, қобалжу деген сияқты. Бір ойын өткізгеннен кейін бір неден өтіп алғандай, белестен секіріп өткендей, болады екен ғой, көрсете алады екенбіз ғой деген сияқты, біздің қолымыздан келеді екен ғой деген сияқты. Екінші күндері ойынға біз қобалжусыз өзімізге деген сенімділікпен шықтық. Бұл жерде атқа мінген адам өзі қазақ, кішкене делебесі қозып, бойында қаны жүгіріп тұрады ғой. Ойынның алдында балаларға әбден ескерткенім бар еді. Біз көкпарды әдемі қылып көрсету үшін келдік. Бауыржан атамыздың керемет сөзі бар. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған қол болмайды. Бір-біріне тәртіп сақтап, сыйлап, бұл спорт, профессионалды түрде спортты, ойынды әдемі көрсетейік деген талабым, басты талабымыз сол болған. Қатты ұнағаны, жаңа біздің палуандар қалай тақымға басқан көріп таңғалды. Бұл қалай жаңа аяққаны өткізіп, жаңа тақымға басу деген 2 қолын көтеріп қойып, шауып, жаңа қазандыққа салған, соның бәрін көріп, француздар өте таңғалды. Француздар айтады, біз білетін, біз осы телеарналардан, документальный фильмдердан осы көкпар қандай спорт екен, көшпенділер ойнайтын спортты көріп таңғалатынбыз әрине. Жан-жақта Орта Азияға ортақ спорт екен көріп қызығатынбыз әрине. Сол дала еркін ойынын спорттық форматқа айналдырып, көрермендер үшін, халық үшін спорттық форматта ұсынған үшін өте қатты таңғалып, ризашылығын білдірді. Парижден 60 шақырым жердегі Фонтенбло қаласының ипподромы таң атқаннан халыққа лық толы. Еліміздің Франциядағы елшісі Жан Ғалиев жиналғандарға алдымен ұлттық ойынның тарихы мен маңыздылығы жайлы мол мағлұмат берді.
Бүгінгі ойын өте тамаша әрі ерекше өтті. Бұрын соңды Францияда мұндай қызық шараны көрмеппін. Мен өзі Қазақстанда жүрген кезде, мысалы, шетелге шықпадық біз өзіміз. Мұнда Қазақстанда жүргенде патриотизм дегенді біз түсінбедім мен, шыны керек, оны нақты менің басыма жеткен де жоқ. Қазақстанда жүргеннен кейін өз жерім, өз елім деп. Францияның, Европаның төріне барған кезде сол жерде сезіндім мен өз елімнің Қазақстанды басқа елге танытқаныма, сол кезде қуанып және сол кезде патриотизмді өзім сол кезде түсіндім. Менің мысалы патриоттық сезім жаңағы өз ұлтымды басқа елге таныту арқылы ол патриотизм менде күшейе түсті, одан бетер. Көп ұлт болды, тек француздар ғана емес, қаншама ұлт бар. Соларға көрсеткен кезде менде жаңа патриоттық сезім пайда болды сол кезде. Kokpar Club. Donc c'est une première mondiale, comme tu l'as dit, en présence de monsieur l'ambassadeur, en présence de Daniel Doquet, le président de la Ligue, est en cuir et ça pèse 25 kilos. Donc imaginez un peu la force qu'il faut pour aller l'attraper au sol et le mettre dans les embûches. Donc vraiment pour vous montrer que, comme ils disent chez eux. Donc c'est vraiment intéressant. Number 3, Ergigit. Un arbitre. ЖКЛ деген бұл дәстүр, бірақ заманауи, заманға сай жаңа ойын. Бірақ біздің ата-бабаларымыздың дәстүр бойынша ойын. Бұл үлкен мүмкіндік, өйткені біз Европаға біздің қазақтың дәстүрімізді көрсетіп отырмыз. Біздің Европада қандай біздің ата-бабаларымыз мықты болған, соны көрсетіп отырмыз. Біздің Қазақстаннан 2 команда алып бардық, 3 адамнан 6 адам, 6 палуан. Ол жаққа барғанда біз онда қай команда мықты, қай палуан мықты, оны анықтауға барған жоқпыз. Осында қазақтың ұлттық ойыны жаңағы көкпарды, соны насихаттау, басқа елге көрсету, сол мақсатында ол командаларды біз алып бардық. Францияға барған кезде біз көкпарда кім мықты екенін емес, ол жерде біз қазақтың көкпары қандай екен, қазақтар қандай салт дәстүрде, қандай ойын ойнайды, ат үстінде қалай өз-өзін еркін сезінеді. Ат үстінде жүріп осындай ауыр серкені алып, жаңа лақтырып, ары-бері ойнап, қазақтың былай айтсам, қазақты батыр ретінде көрсеткіміз келді, қазақтың салт дәстүрін басқа елге барып көрсеттік. Жақсы жағынан көрсетті деп ойлаймыз өзіміз. Елдің бәрі айтып отыр. Әдемі болды, жақсы болды деп. Біздің қолымыздан келді деп ойлаймын. Өте халық риза, жаңағы сол жақта жүрген қандастарымыз бар, келді, риза болып, көңіл көтеріп қайтты. Және де шетелдік сол еуропалық халқы, ол жерде тек қана Франция емес, бүкіл Еуропаның
әлемнен деп айтсақ болады, түкпір-түкпірінен келген атбегілер, жаңағы аңшылар келген. Ойынды көріп таң қалды. Ces cavaliers du Kazakhstan, de l'équipe du JKL Jockey Kokpar Club, Nourboul. Cette façon dont ils travaillent ensemble, c'est vraiment, on peut vraiment applaudir ces cavaliers du Kazakhstan. Мен қатты таң қалдым. Жап-жас жігіттердің физикалық дайындығына, күш-қуатына, көз іліктірмес шапшаңдығына тамсандым. Фонтенбло қаласында Қазақстанның достарына арналған қауымдастық бар. Олар қазақ елінің тарихын, салт дәстүрін Франция еліне танытуды мақсат еткендер. Осындай адамдардың арқасында қазақ мәдениетіне аса қызығушылық танытқандардың саны артуда. Pour la qualité de cette... Ойынның соңында тумен шауып өттік қой біз, Қазақстанның туымен. Мына жерде. Ол сезім енді вообще басқаша сезім болды. Мүлде басқаша сезім болды. Оны айтып жеткізе алмаймын. О, тумен шапқан кезде қанаттар өсіп қапты менде. Керемет сезім болды. Қатты қуандым, жаңағы біздің қазақ балалар үшін қуандым. Ол жаңағы ЖКЛ, ол үлкен жауапкершілік мен үшін. Францияға барасын дегенде біз емші сенбеп едік өз-өзімізге. Көкпардың арқасында Францияға бірақ бардым. Жеттіңдер ма елге? Адамға пайдасы жоқ. Жастар көкпар лигасы керемет жоба ретінде іске асты. Жетістіктерін атап өтетін болсақ, мысалға, тәуелсіз Қазақстан тарихында тұңғыш рет қаланың қақ ортасында стадионда көкпар ойындары өткізілді. Қала халықтары көбінесе жастар келіп тамашалаған ойындарымызды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің стадионында біз 1,5 мың көрермен жинаған болсақ, Легранд парк ипподромында 2 күн ішінде 16 мың көрермен жиналды. Ол үлкен жетістік деп ойлаймыз. Біздің мемлекетке, біздің ұлттық спортымыз көкпарға, жастар көкпар лигасына үлкен жетістік деп айта алар едім. Біздің көкпаршы жастарымыз Алматы қаласының бірнеше университеттерінің студенттері үлкен осы көкпар ойынын, көкпар додасын Еуропа халқына барып таныстырып келіп отыр. Сондықтан әрқашан сіздерге біз сәттілік тілейміз, сәттілік серік болсын деп тілек айтамыз. Сен үшін ең қиыны не болды осы сапарда? Осы сапардағы ең қиыны ма? Қиын, қатты ешқандай қиын болмады. Біз қазақ деген бүйтіп жүріп үйреніп кетіп жатырмыз ғой барлық нәрсені. Мен үшін қиыны қиын болған жоқ мен үшін. Бәрі жақсы. Ерекше ғой сезім. Біздің мына ұлттық спортымыз, ұлттық ойынымыз көкпарымызбен таңғалдырды деген ойдамын.